арнама қош келдіңіздер. Балаларды қуантатын және оларға ерекше көңіл-күй сыйлайтын тоқаштарды пісіреміз. Алдымен табамызға 1 стакан жылы сүт және 1 стакан жылы су құямыз. Одан кейін дәміне қарай тұз, қант және ашытқы саламыз. 1 жұмыртқа және май қосамыз. Барлығын араластырып, електен өткізілген ұн қосамыз. Қамырымызды жақсылап илеп, 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Дайын қамырымызды бірнеше бөлікке бөлеміз. Аю жасау үшін 1 орташа, 1 үлкен және 6 кішкентай бөліктерге бөлеміз. Ортасына кез келген салма салуға болады. Бетіне жұмыртқа жағып, бөлме температурасына 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған пеште 180-200 градуста беті қызарғанша пісіреміз.